Assalamu alaikum dostlar, бұл New Sport арнасы. Достар, видеоны бастамастан алдын бір нәрсені айта кетейін. Мені көп адамдар подпискасыз көреді екен, яғни арнама тіркелмей. Сол үшін осындай видеолар егерде сізге қызық болса, или бокс туралы видеолар сізге қызық болса, арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыз. Ендеше мен видеоны бастадым. Қазақстандық боксшы Шавкат Рахмоновтың жанкүйері екенін бірінші рет мойындаған америкалық UFC жүргізушісі Лаура Санконың жаңа ашық суретін жанкүйерлер белсенді түрде қабылдады. Инстаграмдағы келесі суреті қыз жағажайда суретке түсіп, купальнигі еліктірер түрде түсірілген. Менің 90 сайынғы жазбам әлеуметтік медиа трендтеріне ену үшін, деп жазды Санко суретке. Шавкат ұнайды. Шавкат ол өзіне не береді? Барлығы Шавкатты пікірде іздеп жүр. Шавкат Рахмонов ұнайма? Шавкат жақсы жігіт. Лаура оны қолдайды. Шавкат бақытты жігіт. Шавкатқа ұнайды, бірақ сенің көздеріңе қарай алмайды. Шавкат Рахмоновтың өңі шошып кетті, деп жазды желі қолданушылары. Еске салайық, Шавкат Рахмонов UFC турнирінде 5 жекпе-жек өткізіп, барлығында мерзімнен бұрын жеңіске жеткен болатын. Номад 4 наурызда Лас-Вегаста өткен соңғы жекпе-жегінде жеңіске жетіп, 3-ші раундта американдық Джефф Нилді тұншықтырып арқылы жеңді. Ал ендеше достар, бүгінгі жаңалықтар бізде осы ғана еді. Егер видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, өз ойларыңызды комментарийда қалдырып кетіңіздер.